Үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният жасөспірімдер арасында вейп пен энергетикалық сусынды азайтудың жолдарын атап өтті. Темекіні тартуды азайту үшін 2023 жылға 1 қаңтардан бастап темекі өнімдеріне акциздің ставкалары көтерілді. Халықтың саламатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру мәселелері. Елімізде ересек тұрғындардың 21% темекі тартады. Балалардың 20% артық дене салмағынан, ал 6% семіздіктен зардап шегеді. 11-ден 15 жастағы жасөспірімдердің вейптерді тұрақты түрде шегуі 10%, энергетикалық, тәтті сусындарды ішуі 17,5%, артық дене салмағының таралуы 15% құрайды деді Ғиният. Министр атағандай, Қазақстанда 21 жасқа дейінгі адамдарға энергетикалық сусындарды сатуға тыйым салу туралы норма талқыланып жатыр. Тұтынудың электрондық жүйелерінің вейптер, олар үшін хош иістендіргіштер мен сұйықтықтардың айналымына толық тыйым салуды енгізу бойынша мәжілісте заңға өзгерістер қарастырылды. 21 жасқа дейінгі адамдарға энергетикалық сусындарды сатуға тыйым салуды енгізу жөніндегі норманы талқылау рәсімі жүргізіліп жатыр деді ол. Министрдің айтуынша, саламатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру үшін медициналық санитариялық алғашқы көмек ұйымдарында 452 саламатты өмір салты кабинеті, 4608 денсаулық мектебі, темекіге қарсы кабинет және 157 жастар денсаулық орталығы жұмыс істейді. Бұл жаңалық қоғамда қызу талқылануда. Біреулер энергетикалық сусындарға түбегейлі тыйым салу керек дегенді айтып жатса, біреулер осы шешім іске асса да біраз пайдалы болар еді дегенді айтады. Қалай болғанда да энергетикалық сусындар туралы бұл айтылғандар іске асса, қалай болғанда да қоғамға пайдасы тиер еді. Ал сіз не дейсіз? Пікір алаңына жазып кетіңіз.